Достар, баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Есімбекова Майра. Бүгін үй жағдайында жасалған лавашымыздың ішіне салма салып орайтын боламыз. Бұл мини донер деп атаймын осыны. Міне сіздер көріп отырғандай, менде осындай салмалар. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша ұнайтын салмаларды қолдансаңыздар болады. Өте жеңіл, жолға шыққан кезде алып жүруге өте ыңғайлы, тойымды, дәмді. Ортасына сіздер қаймақ, майонез, болмаса грек йогурты дейді, соны творожный сыр, соны жағып, осындай неше түрлі ұнайтын салмаларыңызды салып, орап дайындауға болады. Енді бәрін орап алғаннан кейін осындай гриль табамызға, құрғақ болу керек, қатты ысып тұрған табамызға осылай барлық жағынан ауната отырып қарып аламыз. Лавашты сіздер жасап көрген шығарсыздар, жұқа қылып пісіріңіздер. Өте жұқа қылып пісіріңіздер, сол кезде әдемі болады. Міне барлық жағынан осылай қарып дайындап аламыз. Міне осындай болып піседі, әдемі болып, қызарып. Осыны жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыңғы уақыттарда жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.